Сәлеметсіздер ме? Жастар театрына қош келдіңіздер. Мен ақпарат және жарнама бөлімінің меңгерушісі Бағдагүл Қайратқызы. Бүгін сіздерді Жастар театрының тыныс-тіршілігімен таныстыратын боламын. Жастар театры 2007 жылы 5 шілде күні шымылдығын түрген болатын Шыңғысхан спектаклімен. Биыл Құдай қаласа 14 маусымның жауап, келесі жыл 15 маусымын ашамыз. Жастар театры негізінен Нұрғанат Жақыпбай шеберханасын бітірген актерлардан негізінен құралған болатын. Бізде бірінші буын 2007 жылы бітірген түлектері Адил Ахметов, Дәурен Серғазин, Жандәулет Батай, Мадина Май, Айнұр Архипова, Бақыт Хадибаев және Азамат Есқұлов, Махаббат Матулова. Осы түлектер 2007 жылы бітіріп, Астана қаласына келіп, ең алғашқы жастар театрын құрған болатын. Сол кездегі ең алғашқы біздің директорымыз Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, белгілі және театр кино актері Замир Құлжанов. Есімім Айман Есенқызы. Осы жастар театрында жұмыс істеп еңбек етіп келе жатқаныма міне 13 жылдан асып барады. Театрымды өте жақсы көремін. Осы театрдың арқасында көп елдерге барып, елімізді таныстырып жүрміз. Жақсы жүлделермен оралып жүрміз, Аллаға шүкір. Жалпы бұл жаққа алғаш келген кезде көрермендердің қызығушылығы сондай жақсы болмаған, бірақ қазір театрлардың өсіп өркендеуіне байланысты Нұрсұлтан қаласының көрермендері, Нұрсұлтан қаласына келіп жатқан қонақтардың театрға деген қызығушылықтары артуда. Театрымды өте жақсы көремін. Енді жаныммен, қаныммен осы театрға берілгендіктен барша келген көрермендердің көңілінен шығып, солардың қызығушылықтарын арттырып, соларға барынша еңбек етудеміз. Енді театрымыз үшін былтырғы жыл өте қиын жыл болды. Себебі біздің өнеріміздің шектелуі тек қана онлайн концерттермен ғана шектелді, енді жағдайға байланысты. Бірақ биыл енді Аллаға шүкір ақырындап спектакльдерімізді ойнап жатырмыз. Көрермендеріміз де бізді сағынып қалыпты. Өздерінің жылы лебіздерін, өздерінің сағыныштарын білдіріп жатады. Енді көркемдік жетекшіміз Нұрғанат ағайымыз аман болса, біз әлі де үлкен-үлкен жетістіктерге жетеміз деген үмітіміз бар. Труппамды өте жақсы көремін. Дәл осы ортада, дәл осы кісілермен жұмыс істеп жатқаныма Аллаға шүкір деймін. Осы елордамыздағы жастар театрында 2015 жылдан бастап қызмет атқарып келе жатырмын актер ретінде. Енді 6 жылдың ішінде Қазақстанның
біршама қалаларын аралап шықтық гастрольдік сапармен, фестивальдермен. Енді 14-15 облыс болса, соның бір 2 облысында ғана болмаған шығармын. Әр қаланың өзінің ерекшелігі бар, әр қаланың көрермендерінің өзінің ерекшеліктері бар. Енді ол бүкіл Қазақстандағы өнер адамдарының үлкен махаббаты ол Алматы. Ол біздің мәдени ошағымыз, мәдени астанамыз. Бірақ енді соңғы жылдары Астана қаласындағы елордамыздың тұрғындарының мәдениетке деген, бір өнерге деген үлкен құштарлығы ашылып келе жатыр, оны мойындау керек. Қазіргі таңда енді елордамыздың тұрғындары мәдениет жағынан алдыңғы қатарлы көрермендер деп айтуға болады. Біз спектакльге киімдер дайындаймыз біздің цехта. Бізге 40-тан астам актерлар бар, және оның барлық актерларға киімдер тігіледі осы цехта. Және де өзіміз эскиз сызып, ең бірінші эскиз сызылып, ол киімге маталар сатып алынып, және де барлық киімдерді өзіміз қамтамасыз етеміз спектакльге. Сонымен қатар қолмен жасалатын заттарды өзіміз жасаймыз, барлығын декоративный заттарды. Осы театрда жұмыс істеп жүргеніме 6-шы жыл болып жатыр. Осы қалада тұрып жатқаныма 8-ші жылдан асты. Және осындай театрда, осындай қалада жұмыс істегеніме өте қуаныштымын. Біздің қаламызбен қатар театрымыз өте көркейіп келе жатыр. Мына біздің жібек қойылымның костюмдары осы 21 маусымда 14 маусымның жабылуына дайындап қойған костюмдарымыз.